балалардың қауіпсіздігі үшін барлық азаматтарға есеп шығамыз. Күнде алып отырасыздар осы сынаманы? Аналарым ай, бізге мирас иманың мен сабырларың ай. Жүрген жерінде тарихыңды айтып, сезініп, оқыса ғана Қазақстанның патриоты болады. Осы таңға дейін өмір жағып келдік. Ошақтардың ішінде жазға қосылу керек. Аудан билікке не қажет қазір бәрі керек. Тағам беріліп бітті ма әлі бересіздер? Не сынамалар бар ма? Көрсетік. Бүгінгі тамақтарыңызды бүгінгі берілген тамақ. Күнде алып отырасыздар осы сынаманы? Қай жастарға берілді мына тамақтарыңыз? Мысалы, каша, сүт, қарақұмық. Жалпы тазалығына көңіл аударып тұрсыздар ғой? Тазалығына профилактикалық комиссия бар, арнайы күнделікті келіп, тамақтың алдын келіп тексереміз бұл асхананы. Балалардың қауіпсіздігі үшін барлық тазалықтарды тексеріп шығамыз. Балалардың жетістігі өте жақсы, тамаша. Жақында Ақбота олимпиадасына қатысып қайттық, орын алдық. Жас құрамға өттік, сабаққа өте жаңағы атсалысып. Ақсақал, жақсы. Қазіргі балалар жаңағы қысылмайды, ұялмайды, еркін, ойлары еркін. Солай тәрбиелеп жатырмыз балаларды. Ауданға өлең жарыстарға барып келдім. Және де сол жерден ұтып, және де содан ары қарай облыстықта жарыстарға барып жүрдім. Республикалық атынан барып жүрдім, және осы мектептің атынан барып жүрмін. Маған бұл мектептің ұнайтын себебі, өйткені бұл мектепте бәрі адамдардың бәрі өздері шығарады, бүкіл түрлі үйірмелер ашып бізді жаттықтырады. Мен онда сіздерге арнап сол жарыста айтқан өлеңдерімнің бірін айтып. Қазағым абзүлділім, кемеңгер нағыз білгірім, түбім түрік дінім, тоноқ тоғырым, ауыз бірлігім, ұмытпай отаным барын, ұлықтап атамын жалын, аналардың ақ сүтімен ардақтап атаның қанығын. Даналарым ай, бізге мирас иманың мен сабырларың ай, қара нарым ай, тарихымның тереңінде тамырларың ай, көсемдерім ай, кемеңгерім ай, шешендерім ай, шеберлерім ай, өздеріңе тартып тоғыр өлеңдерім ай. Ошақтардың ішінде жазға қосылу керек. Документтер бәрі дайын. Осы таңға дейін өмір жағып келдік. Мектебіміз 2016 жылы берілген. Содан бері жылына 200 тонна көмір түсіріп береді аудан тарапынан. Қоқысты өздері шығарады, көлік жібереді, көліктер келіп алып кетеді қоқысты. Көмірлер уақытылы беріліп жатыр ма? Көмір уақытылы жылда август айында беріліп қояды. 200 тонна көмір тасып аламыз август айында. Қазір қанша тонна қалды? Қазіргі таңда 40 тонна көмір бар, жетеді. Бірақ ошақтардың ішінде Құдай қаласа газға қосыламыз деген неміз бар. Енді ол қалған көмірді не істейсіздер? Қалған көмірді жаңа көмір кіргізілген мектептерге өткіземіз. Аудан бухгалтерия арқылы өздері басқа мектепке береді, бізден көптен ұсынмайды дейді. Осы мектепте қызмет етіп жатқаныма 30 жыл, директорлық лауазымда 17 жыл қызмет атқарып келе жатырмын. Бұл осы жаңа мектеп 2016 жылы берілген.
2016 жылы аудандық бюджеттен 200 орындық мектеп берілді. Қазіргі таңда кешегі 1 қаңтардан бастап мектебімізде 298 бала білім алуда. 50 қызметкер, педагог қызметкеріміз бар, 15 тек қызметкеріміз бар. Қазіргі таңда біз мемлекет қазір барлығымызға жағдай жасап жатыр ғой. Рахмет, әрқайсысының қайтарым бар. Кішкентай мектеп болсақ та, кішкентай ауылда болсақ та, көрсеткіштеріміз өз деңгейінде. Облыстан да, республикадан да орын алып жатқан оқушыларымыз бар, балдарымыз бар. Жоғары оқу орнында грант жөнінде біз мақтан аламыз. Былтырғы да 7 грант болды. Тағы оның 3-еуі алтын медаль болды, бәрі ақтады. Кішкентай алақандай мектеп болса да, істеп жатқан тірліктеріміз өте көп. Жалпы балдардың білім алуына қандай кедергілер бар, болмаса жетістіктер бар? Қазіргі таңда ешқандай кедергілер жоқ деп ойлаймын. Барлығы осы бір ауылда, осы кішкентай ауылда бәрі барып келіп оқиды. Жан-жағымызда бізде жекеменшік мектептер өте көп болғанмен, дегенмен бізде ол жаққа кетіп жатқан ешкім жоқ. Осы мектептің жаңағыдегі әлеуметтік жағдайы жақсы болғаннан кейін кетіп жатқан жоқ шығар деп өзім мақтан тұтып қоямыз. Бір жағынан енді ата-аналармен де қарым-қатынасым жақсы болғаннан кейін шығар, мектепте жұмыс жүргізіліп жатқаннан кейін болар. Бірақ әйтпесем қасымызда өте жекеменшік мектептер көп. Қазіргі таңда ағымдық жөндеу, сыртын кіргенде байқаған шығарсыздар, сырты ағымдық жөндеуден өтті. Қазіргі заманауи сайдингпен қапталып, мына ауа райға қолайлы және бір әдемі көрініс қой енді бұл. Балалардың көз қуанышы, кіріп жатқанда менің балдар енді жаңа нәрсеге қуанады ғой. Аудан жақсы. Қазір партада берді, қол жуатын сұйық сабын беріп отыр. Қол кептіргішті де берді. Енді мектепке не қажет қазір бәрін беріп отыр. Дәретхана қағазын да беріп отыр. Бәрі беріп отыр. Бірақ енді уақытылы арға жұмыс жасап, өз орнына қойып отырып olsak біз болды. Жағдайымыз бар. Енді әр нәрсе қайтарым болу керек қой. Біз енді саналы тәрбиемен, сапалы біліммен қайтарып отырмыз. Жалпы сіздердің қазіргі мектептеріңізде көмірмен жылу, Иә. жылу қазандықтары көмірмен қыздырылады. Газ қашан беріледі деп отырсыз? Қазіргі осы күнге дейін қатты отынмен жақып жатырмыз, көмірмен. Кеше осы дүйсенбі күні беру керек болатын газды, енді осы аптада беріп қалады деген аудан бойынша 5 мектеп газға кіретін мектеп бар, сол 5 мектептің ішіне енгенбіз. Қазіргі таңда әлеуметтік педагог қызметін атқарып жатырмын осы мектепте. Біздің мектебімізде 94 бала ыстық тамақпен қамтылған. Оның ішінде 1 мен 4-тің арасында 82 бала. Бір оқушымыз ең төменгі күнкөріс деңгейі этика дейміз ғой, этика бойынша бір оқушымыз тамақтанады, және Қорғаншыдағы бір қызымыз бар. Және одан бөлек атаулы әлеуметтік көмек бойынша 10 баламыз ыстық тамақпен қамтылған. Жалпы айтқанда 94 оқушымыз қазіргі таңда ыстық тамақпен қамтылып тамақтанып жатыр. Еңбек өтілімді педагогінде 28 жыл биылда қалса. Тарих ғылымдарының педагогикалық ғылымдар магистрімін. Оқушыларым осы мектепке келгелі осы бір мектепте жұмыс істеп жатырмын. Өзімнің жолын оқыған магистр оқушыларым бар, директор оқушым бар мысалға. Олар менімен мақтанады, мен емес. Пән олимпиадасынан, облыстан, ауданнан, республикадан орын алған оқушыларым бар, олардың бәрінің жетістік жұмыстары, олардың жұмысы менің жұмысым. Соған мен мақтанышпен қуанамын. Және әлде еңбек етуімді тоқтамай, менің басшылардың қолдауымен әртүрлі оқуға, деңгейлік оқуды оқығам 2014 жылы 3 ай Кембридж бағдарламасымен. Одан биыл Құдай қаласа тағы бір ниеттеніп отыр, мен басшым қолдап, тағы да бір оқуға жіберсем деп отыр. Ол мен Құдай қаласа 3 этаптан өтсем, деңгей тест тапсырсам, Финляндияда оқысам деп отырмын. Осы менің арманым. Тек қана мектеп жұмысын емес, сонымен қатар Құдайға шүкір, отбасымды да ойлап, мектепті де ойлап, ауылға жаңағыдай өз үлесімізді қосқан. Өзім тарих пәнінен берген соң, еліміздің патриоты ретінде жүрген жерінде тарихымды айтып, оқушыларға сол сезімді сезіндіріп, жанымен сезіндіріп оларға. Тек конспект, лекция түрінде емес, оны бала сезініп, оқыса ғана, өзінің өмірмен өткізсе ғана ол бала осы елдің, Қазақстанның патриоты болады. Сондай оқушылар біз бар әріптестермен тәрбиелеп отырмыз. Қолдаймыз үнемі, өнерлі, табысты, білімді, зерек оқушылар біз үнемі қолдап отырамыз.